Кәдімгі өсімдіктен резина жасаған қазақ ғалымы туралы естігенсіз бе? 1941 жылы әскердегі қазақ солдатынан мұндай жаңалықты ешкім күтпесе керек. Майданда техникалар үшін резина қатты қажет болады. Бірақ резина атымен жоқ еді. Өйткені одақтың резина зауытын немістер басып алған еді. Резинаны қайдан аламыз деп жатқанда, біздің ғалым атамыз үлкен жаңалық ашады. Оны Сталиннің өзі кабинетіне шақырады. Солдатқа каучук өндіруді сеніп тапсырады. Оңтүстіктегі Мақтаарал, Киров, Қызылқұм аудандарынан өндіріс ошағын жасап, көксағыз өсіреді. Көксағыздан каучук жасап, майданға қажетті резинаны тауып береді. Бұл солдаттың аты әлемге белгілі ғалым. 200-ге жуық ғылыми жобаның авторы Кәрім Мыңбаев. Кәрім Мыңбаев резинадан бөлек әскерге қажетті сабын, синтетикалық бояғыштарды алмастыратын өсімдіктер тапты. Жабайы өсімдіктерді жинастырып, олардан дәрі, витамин, азық алуға болатынын зерттеді.